Данагүл Қайырсапқызы Темірсұлтанова Қазақстанның танымал театр және кино актрисасы, тележүргізуші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Туған күні 1964 жылы 9 мамыр. Туған жері Батыс Қазақстан облысы, Қазталов ауданы. 1987 жылы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының театр факультетін тәмамдады. 1987 жылдан бастап Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында актриса ретінде қызмет атқарды. 1989 жылы Тамаша әзіл-сықақ театрына шақырылып кеңінен танымал болды. Данагүл Темірсұлтанова көптеген фильмдер мен телехикаяларда ойнаған, олардың ішінде «Келинка тоже человек», «100 минут о любви», «Наурыз», «Свадьба на троих». Данагүл Темірсұлтанова актер Азат Сейтметовпен отбасын құрған. Олардың 3 баласы бар: Айша, Айым және Қайсар. Қызы Айым Сейтметова актриса және танымал блогер. Данагүл Темірсұлтанова Инстаграм желісінде белсенді. Онда ол өзінің шығармашылығы мен жеке өмірінен жаңалықтармен бөліседі.